Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше, бал үйіретін мақтан жасалған торт жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттары 5 жұмыртқа, 160 грамм қант, 160 грамм ұн, сұйық май 70 грамм, кукурузный крахмал, яғни жүгері крахмалы 30 грамм, қайнаған су 3 ас қасық, 10 грамм разрыхитель. Жұмыртқамызбен массамызды, сұйық майымызды, қантымызды барлығын осылай етіп араластырып аламыз. Онымыздың үстіне 10 грамм разрыхителімізді саламыз. Араласып атқан онымыздың үстінен 30 грамм кукурузный крахмалымызды жақсылап араластырып, екі бөле отырып салатын боламыз. Екі бөліп онымызды салып, массамызды тоқтатпай араластырамыз. 15 грамм макымызды саламыз. Дайын болған смесіміздің үстінен ұнымызды салатын боламыз. 2-ке немесе 3-ке бөліп алып араластырамыз. Дайын болған массамыздың үстінен 2 қасық немесе 3 қасық қайнаған суды құйып, бір келгі масса болғанша араластырамыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Мен көз мөлшерімен 2-ке бөліп салатын боламын. Егер сіздер көз мөлшерімен сала алмасаңыздар, кесеге 2-ке бөліп өлшеп алып, осылай етіп құйып алсаңыздар болады. Бұл бисквит пирогымыз бізде кішкене ұзақтау піседі. Неге десеңіздер, мағы бар. Сол себептен міне біздің корждарымыз дайын, өте ерекше. Кремін дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: творожный сыр 220 грамм, сливки 200 грамм, сахарный пудра 80 грамм. Қайнаған түстеріңізге бояуды құйған кезіңізде бояуды бірден көп құюға болмайды. Тамшылата отырып, осылай етіп араластырып, бір келгі бояу болғанша, бір келгі түс болғанша осылай етіп қоюланғанша араластырамыз. Осындай пленкаға мешокқа салып, кремімізді дайындаймыз. Дайын болған коржымызды жинайтын боламыз. Қалаған түстеріңізге боясаңыздар болады. Бізде осындай әдемі корждар дайын болды. Осыны алып, формамызды кигізіп, форманы не үшін кигізетін боламыз? Форманы егер кигізетін болсаңыздар, торттарыңыз әдемі ровны болып шығады. Видеодағындай етіп, кремді айналдыра отыра жап шығамыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Мен бүкіл қажетті заттардың барлығын описанияда қалдыратын боламын. Кремді жағып қойғаннан кейін 12 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.